Бәлтанызға қайырлы күн. Бүгін бізде эксклюзив. Не үшін дейтін болсаңыздар, себебі бізде Қазақстанда әлі сатылымға шықпаған Samsung Galaxy Z Flip телефоны біздің қолымызда. Енді осы сияқты эксклюзив контенттердің көп болуы сіздердің лайктарыңызға байланысты. Яғни қанша көп просмотр болатын болса, қанша комментарий көп болатын болса, бізге Samsung компаниясы уәде берді. Алдағы уақытта сіздер қаншасы көп активность көрсететін болсаңыздар, біз соншалықты осы секілді эксклюзив контенттерді сіздерге ұсынатын боламыз. Сондықтан да барынша лайктарыңызды аямаңыздар. Сонымен бастайық. Ең бірінші қорапшасынан бастайық. Қорапшасында бір анау айтқан бір өзгешелігі жоқ, ерекшелігі жоқ. Әрине әдемі, ықшам ғана. Бұрынғыдай телефондардың қорапшасы бұлай үлкен емес. Қазір бәрі минимализм болды. Сонымен қорапшасын ашқан кезде бізде коробкасы, одан кейін телефонның өзі, ал одан кейін мынандай документі және скрепкасы орналасқан. Ал бұл жерде не үшін зарядчик жоқ дейтін болсаңыздар, себебі қазір мынандай нәрсе жүріп жатыр, қоршаған ортаны қорғайық деген. Сондықтан да егер сіздер қосымша қуаттандырғыш керек болатын болса, онда сіздер бөлек сатып алу керек боласыздар. Енді бұл плюс па, минус па, комментарийде жазыңыздар. Халықтың пікірін білейік. Енді көпшілігін ұнамауы да мүмкін. Біреулер бұрынғы зарядчигім бар ғой, сонымен қосып жүре беремін дейтін шығар. Сонымен бұл телефон Samsung Galaxy Z Flip 3 деп аталады. Бірақ мынандай нәрсе бар. Осын кейін Z Flip 1 шықты, одан кейін Z Flip 5G деген шықты, Z Flip 2 жоқ. Сразу Z Flip 3 шығып кетті. Бұл телефон жайында айтайық. Ең бірінші бұл телефон біздегі түсі сарғыш. Бұл телефонда 7 түрлі түс орналасқан. Ең үлкен айтып кететін нәрсе, бұл телефонда алдыңғы нұсқасымен салыстырғанда бұл жерде қосымша экраны, яғни сыртқы экраны үлкейген. Яғни алдыңғыны салыстырғанда өте кішкентай, саусағын бассаң не тиер, тимесе болып тұратын. Ал мына жерде кәдімгідей үлкейген. Бұл жерде сіздер не істей аласыздар? Бірінші кезекте әрине сағат көре аласыздар. Одан бөлек сіздер өздеріңіз хабарлама көре аласыздар, музыка тыңдай аласыздар, будильник, запись, бағанағыдай өздеріңіздің денсаулықтарыңызды қарай аласыздар, погоданы көрсеңіздер болады, немесе WhatsApp-тан келген хабарламаларыңыз көрсеңіздер болады. Тағы бір үлкен бір бұл экранды қолдануға болатын нәрсе, бұл әрине экранды селфи камера ретінде қолдансаңыздар да болады. Мінекей осындай бір үлкен ерекшелігі бар. Әлі бұндай телефон ешқандай қайтса болады, әлі нарықта жоқ. Жаңа концепция дейтін болсақ, естеріңізде шығар, бұрынғы кезде Motorola телефондар. Дәл сол секілді ашылмалы, жабылмалы телефон. Енді көпшілігінде мынандай сұрақ болуы мүмкін. Дәл осы ашылмалы, жабылмалы механизмі сынып қалмай ма? Негізі вообще әдемі ма бұл нәрсе? Бұзылып қалмай ма деген сияқты сондай қауіптер болуы мүмкін. Бірақ бұл дәл осы ашылмалы, жабылмалы механизмі тестлеу барысында бұл 200 мың рет ашылған. Яғни бұл деген сөз, сіздердің бұл телефондарыңыз кем дегенде 5 жыл бұлай ашып жауып отырғанға жетеді деген сөз. Түсінесіздер ғой? Бірақ мынандай бір көпшілік адамға ұнамай қалатын да бір жері болуы мүмкін. Ол не десеңіздер, ашылмалы жабылу барысында мынандай жолақ болады. Экранда былай түзу тұрған кезде мынандай жолағы бір адамдарға ұнамайды, бір адамдарға ол вообще айтқан кезде ешқандай разница жоқ десек те болады. Себебі телефон қосылып тұрған кезде бұл нәрсе анау айтқан байқалмайды. Және бұл телефон тағы бір көзге түсетін бір үлкен артықшылығы, яғни мән бергені бұл экранның телефонның жақтаулары, яғни телефон жақтаулары алюминийден жасалған, басқалармен салыстырғанда 10%-ға мықтырақ дейді. Себебі бұл телефонда Gorilla Glass Victus орналасқан, яғни соның арқасында бұл телефон алдыңғы нұсқасымен салыстырғанда 80%-ға мықтырақ екен. Одан бөлек берді саусақ ізімен ашу дисплейде емес, жанында орналасқан, яғни кнопка питанияда орналасқан. Мінекей осындай. Және тағы бір бұл телефонның үлкен бір артықшылығы берді судан қорғайтын IPX8 орналасқан. Яғни бұл осы күнге дейін әлі бұндай ашылмалы, жабылмалы телефондардың ішінде ең алғаш рет осындай стандарт қосылған телефон болып саналады. Енді былай айтқан кезде Samsung әзірге таңда осындай форматта телефондар бойынша қазіргі таңда алда тұр десек те қателеспейміз. Осы басқаларғанда осып кетті сөз ашылайын. Бұл телефон тағы бір үлкен ерекшелігі, экранның жиілігі бұл жақта 120 Гц, iPhone-да 60 Гц. Ұмытпаймыз. Енді айтып жатыр, енді осы жылы 120 Гц оларды көтереміз деген көреміз енді. Ал енді бұл телефонның процессорына келетін болсақ, соңғы шыққан ең мықты Qualcomm Snapdragon 888 процессор орналасқан және 8 гигабайттық азу, 128 гигабайттық жадысы бар. 256 гигабайттық жадысы бар телефонды алсаңыздар болады, бірақ сәл ол қымбаттау тұрады. Сонымен бұл телефонмен ойын ойнауға бола ма деген сұрақ. Әрине ойнауға болады. Енді бұл жақта ең мықты процессор орналасқан, одан бөлек 8 гигабайттық азу бар. Енді бұл кез келген ойынды көтере алады, ойнай аласыздар. Бірақ енді
бұл телефонды алатын адамдар енді қалай айтсам екен, ойын ойнау үшін алады деп ойламаймын. Себебі мына телефонның өзі сыртынан қарайтын болсаң, бұндай телефон ұстап жүрген адамдардың өзі бір ойын ойнайтынға ұқсамайды негізі. Бұл более андай стильный, творчествомен айналысатын, себебі өте сәнді, өте әдемі телефон десек болады. Менің ойымша қазіргі таңда нарықтағы ең әдемі телефон десек болады. Себебі осыда мен бір жыл бұрын түсірген обзорымды көрсеңіздер болады, дәл осы Z Flip жайында айтқан. Маған ең қатты ұнаған дизайн жағынан ең әдемі телефон осы телефон. Ал қазір шыққан бұл вообще әдемі. Себебі ол кезде неде тұрған қосымша экран өте кішкентай еді, сол үлкен бір минус еді. Ал қазір таңда кәдімгідей үлкейген. Енді біреулер айтуы мүмкін, мына жақтың бәрі полный экран болса қалай болатын еді десек. А егер олай болатын болса, бұл телефонның изюминкасын алып қоятын еді. Менің ойым енді. Осы жерде бір нәрсе айтып кете салайын. Егер бұл телефон біз 2-3 сағат ойын ойнап көрдік, нәтижесінде мынандай нәрсені байқадық. Телефон қызбайды емес, қызады. Бірақ сразу ойын қосын, сразу қызып кетеді деген сөз емес, бірақ бір жарым, 2 сағат, 1 сағаттан аса ойнаған кезде телефон арты уже қыза бастайды. Біз байқаған нәрсе осы. Ал енді бұл телефонның камерасына келетін болсақ, артқа негізгі камералары 2 камера орналасқан, 12 мегапиксельден. Ал селфи камерасы 10 мегапиксель. Бұл телефонның камерасы өте қызық, сөздің ашына келген кезде. Сразу айта салайын, бұл жерде видео түсіру барысында шум байқалады. Яғни айтқан кезде сіздер бұл телефонмен видеоны керемет сапада, керемет түсіремін деген нәрсе сәл қиындау екен сөзін аштым. Біз өзіміз практикада көрдік. Алдарыңызда көріп отқан мысалдардан қарасаңыздар да болады. Видео түсіру барысында шум байқалады. Дәл қазір Z Flip телефонның негізгі камерасымен видео түсіру барысы. Бірақ фотоны өте жақсы түсіреді. Ал именно осы фото түсіру, видео түсіру барысында да өте керемет эмоция алады десек те болады. Себебі дәл осылай өздеріңізді қаратып түсірсеңіздер де болады. Сен көріп тұрсың ба? Жай режиммен фото түсіретін болсаңыз беттеріңіз қиып тұрған болады. Ал бұны біз кең бұрышты режимге қоятын болсақ, ол кезде сіздердің беттеріңіз мына экранға кең бұрышты режимге қойған кезде, ол кезде сіздердің бет әлпеттеріңіз толыққанды сияды. Осындай бір артықшылығы бар бұл телефонның. Ал енді бұл телефонның батарейкасына келетін болсақ, бұл телефонда 3300 мАч аккумулятор орналасқан. Бұл деген сөз енді батарейкасын үйтіп жүріп бір күнге зорға жеткізуге болады. Сөздің ашына керек, зорға жеткізуге болады. Қастарыңызға міндетті түрде қуаттандырғыштарыңызды алып жүргендеріңіз дұрыс болады деп ойлаймын, себебі жетпей қалуы мүмкін. Себебі қалыңдығын көрсеңіздер өте жұқа, және мынандай ашылмалы жабылмалы механизмді сыйдыру, ішіндегі бағана ең мықты процесс сыйдыру, ол өте қиын нәрсе. Сондықтан да берді 3300 мАч аккумулятор орналасқан. Енді бұл қараған кезде бір сөзбен айтқанда өте сәнді телефон ғой. Ал енді бағасына келетін болсақ, енді бағасы біраз халықты ойландыратын баға. Себебі бағасы бұның 549 мың теңге. Енді біреулер үшін қымбат, біреулер үшін арзан. Енді өздеріңіз бағасын беріңіздер, өте арзан ба, или қымбат па? Енді менің ойым білгіңіз келетін болса, қазіргі таңда арзан телефонмен ешкім таңғалдырамайсың. Қымбат телефонмен де ешкім таңғалдырамайсың. Себебі қазір соңғы шығып жатқан телефондардың өзі, даже ең арзан деп жүрген Xiaomi'міздің өзі қазір 500 мың теңгелік телефон шығарды. Өздеріңіз білесіздер, Mi 11 Ultra деп аталатын. Мына телефон енді 549 мың деген кезде, 549 мың теңге қала салдық сөзін ашынан. Себебі бұл телефонның позициясы бұл кәдімгі iPhone 12 мен, Xiaomi 11 Ultra мен конкурент жасайтын телефондар десек болады. Енді iPhone 12 тікелей конкурент S21 Ultra ғой. Бірақ сонда да бұл телефондардың өзінің бағыты бар. Енді бұл сөзін ашына керек, премиум классқа жатады десек болады бұл телефонда. Енді бұл қарапайым, мен сразу айтайын, ойын ойнайтын геймерлерге алу керек па деген кезде мен кеңес бермес едім. Ал енді жақсы жерде жұмыс жасайтын, әдемі эксклюзивтерді жақсы көретін, бәріне ерекше болып жүргісі келетін, творчествомен айналысатын, сәнқой адамдарға мына телефон керемет телефон десек болады. Сонымен бүгінгі видеомыз аяқталды. Видео пайдалы болған болсын, не істейміз? Әрине каналға тіркелеміз, лайк басамыз. Мына телефон жайында өз ойларыңызды комментарийға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен ең алғашқы қазақ тілінде обзорға өздеріңіздің қолдауларыңызды аямаңыздар. Рахмет барлықтарыңызға.